بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب سابع باب لا نافية للجنس. Osman geldi ya. La nafiye lil cins. La неге кіреді? Есімге кіреді. Одан кейін не істейді? Оны насып қылады және сол жыныстың барлығын жоққа шығарады. Мысалы, la rajula fi dar дейтін болсақ, не деген сөз? Ешбір ер адам үйдің ішінде жоқ деген сөз. Ер адам. Қандай ол ер адам? Түсінікті бізге. Барлық сол жынысынан болған ер адамның барлығы не деген сөз? Жоқты. La rayba fih десе, hudal lil muttaqin, ешқандай күмәданда, шубхада бұл кітапта жоқ деген сөз. I'lam anna la nafiya lil jinsi tanussu ala nafi al jins. Көрдіңіз? La nafiya lil jins деген сөз. Сол жынысының барлығы, иә? Мен ер десек, ерге қатысты бүкіл адам кіреді ішіне. Иә? Ер деген мысалы. Әйел дейтін болса, өзінің ерекшелікті бір, сол жыныстан болған адамның барлығы жоқ деген сөз. Танусу аля нафил джинс ва та'малу амалу инна фи накират. Инна фи накират, инна не істейтін еді? Мубтада хабарға кіреді. Сосын не істейтін еді? Исімін насып қылады және хабар. Тура бұл да сол сияқты, дұрыс па? Бұл бірақ неге кіреді? Әрдайым накираға кіреді. Накираны насып қылады. لا رجل في الدار لا امرأة في الدار لا ريب فيه فتنصب الاسم وترفع الخبر لا طالب خافضون لا طالب خاسرون десек мысалға. لا طالبا не деп айтамыз? Исму لا нафи джинс. Я енді не деген сөз? لا طالب тез келген талиб деген кім ол? Талап етуші, ілім талап етуші. Кез келген талап етуші кіреді. Барлық ілім талап етуші не емес дейді? Хасрет демес. Фатансибул исма ва тарфаул хабара наху ла шахида зурин махбубин. Ла шахида. Не істеді бұл? Нафи қылды. Ла шахида зурин исм фи'ал несі қайда? Хабары қайда? Махбубин. Махбубун. Илля анна исмаха иза кана муфрадан якуну мабния аля аль-фатх. Иғраптаған кезде есімі накира болатын болса, насып болды. Насып болған кезде қайтып иғраптаймыз? Мабни аля аль-фатх. Ла ражула десек не деп айтамыз? Ла ражула исм ла мабни аля аль-фатх. Түсінікті ма? Фи махалли насб. Фи махалли насб дейміз. Наху ла ражула фи дар деген сияқты. Амсила. Ал-исму ал-мудаф. Ла шахида зури махбубин дедік. Ла шажарата руммани фил бустан. Енді бақшада не жоқ дейді? Қандай не жоқ? Ағаш? Анар ағаш жоқ. Енді сол бүкіл анарына, ешқандай анардың ағаш жоқ деген сөз. Сол жынысынан болған. Түсінікті ма? Ла шажарата. Ла шажарата қайтып иғраптаймыз? Шажарата? Қалы не үшін исімлә болып тұр? Өйткені мансуб болып тұр, одан кейін накира болып тұр. Түсінікті ма? Ла джинс әрдайым болады, накира болады. Накира. Жоқ. Ла шажарата марифа болатын болса, ол исім джинс болып кірмей қалады. Ла ражула не дейміз? Ла шажарата исм ла. Мабни аля аль-фатха фи махалли насб дейміз. Руммани мудафин илейх фил хабар қаяқта бұл? Фил бустани. Фил бустан жар мажрур фи махалли раф не дейміз? Хабар ла. لا راعي غنم في الحقل لا راعي غنم لا يغربتنا راعية اسم لا не үшін исм ол мансуб болып тұр. Одан кейін накира болып тұр. Бүкіл жынысын тиіп тұр, дұрыс па? Малшы, қойшы дегеннің барлығы. Жоқ дейді, полияда ешқандай малшы жоқ деген сөз. Ғанамин есімі қайда? Есімі рағи ғой. لا راعية اسم لا مبني على الفتح في محل نصب اسم لا ديمس خبر وهو مضاف غنمي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة في الحقل جار مجرور في محل رفع خبر ديمس. أمثلة الاسم المفرد لا سرور دائم تس يغرب تندر سرورة اسم لا مبني على فتح في محل نصب اسم لا دائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. Бұда не деп айтамыз? Марфуъ деп айтамыз. Бұл мабни емес. Исм ла бірақ не болады? Мабни болады. Ла диддайн мужтамиани. Ла диддайн исм ла мабни аля лия. Фи махалли насб. Исм ла. Мужтамиани
مرفوع علامة رفعه ألف لأنه مثنى لا مجدين لا جاهلات محترمات ديجن سياحته القواعد يعني يدن جزء ستري وخستري إن شاء الله تعمل لا نافية للجنس عمل إن خيجانا بول عمل إن خدمتنا تقرأت توكيد جانا كلمة لا يعني عمل إن دينس نسقط بول ده إن نستدي اسم نسقط أنا وده خبر رفقات بول ده صندي تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفعها ويسمى خبرها ош жағынан не дейміз амали иннаның қызметін атқарады дейміз юнсабу исмуха иза кана мудафан егер насып болады есімі не болатын болса мудаф болады мысалға لا شجرة رمان في الحقل деген сияқты ويبنى على ما ينسب به إذا كان مفردا يبنى على ما ينسب به إذا كان مفرد болатын болса не деп айтамыз مبني على الفتح түсінікті ма болды да енді қараңдар екеуінің айырмашылығы бар жаңа жоғарыдағы біз шатастырмайық мысалға мынау لا شاهد дейтін болсақ бұл жерде не болды мансуб болады не үшін енді мудоф болатын болса онда мансуб болады онда мәбни деп айтпаймыз түсінікті ма исму ла мудаф болатын болса не дейміз марфу аля мансуб алямат насбихи әл-фатха мәбни жаңағыдай фатха деп айтпаймыз ла болған үшін не үшін тек қана осы кезде мудаф болатын болса не дейміз ля дұрыс бағана біз дұрыс играп тұрғанбыз не дейміз ла шажарата мансуб алямат насбихи әл-фатха не үшін десек мудаф ар-румани мудаф илейх ал енді мәбни айтыңдаршы ла сурура мәбни не дейміз әл-фатха не үшін муфрат болған муфрат болатын болса мәбни ал мудаф болатын болса онда кәдімгідей еуропта береміз мәбни болмайды екеуін ажыраттыңдар ма ла сурура даим десек исм ла негіз мәбни болады әл-фатх түсінікті ғой мәбни әл-фатх болады егер мудаф болып келетін болса ғана енді мудафтар еуропталады ғой сол қағиданы айтып жатыр біз басында мән берген жоқпыз иә ينصب اسمها إذا كان مضافا ويبنى على ما ينصب به إذا كان مفردا деген сол يشترط في عملها ألا يدخل عليها جار не кірмеу керек жар кіріп кетпеу керек алдында لا في رجل деген сияқты وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين екі исімі де не болу керек لا سرورا دائم деген сияқты накира хабарында не болу керек накира болу керек وألا يفصل اسم عنها بفاصل екеуінің ортасында бір нәрсе бөліп қалмау керек. فإن فقدت الشرط الأول بطل عملها. Жаңағыда егер бұл шарттар табылмайтын болса, онда не демес? Исмилля деп айтылмайды. وإن فقد الشرط من الشرطين آخرين. Жар болмау керек, ортасын бөлмеу керек деген сияқты шарттар бұзылатын болса, بطل عملها ولازم تكرارها. Түсінікті ма? Онда да не істемейді? Оның қызметін атқармай қалады. Тәмрин: ميز اسم لا المعرب واسمها واسمها المبني وأعربه مما يأتي لا شيء أفضل من حسن الخلق. Не бар мына жерде? لا شيء болып тұр ма? Исм لا مبني дейміз бе? معرب дейміз бе? مبني дұрыс па? مضاف болып тұрған. مبني على الفتح дұрыс па? في محل نصب اسم لا. أفضل من حسن الخلق. أفضل من حسن الخلق дегенде خبر لا дейміз. түсіндің бе? أفضل. لا مهملين في المدرسة. مهملين أهمل يهمل деген сөз. енді لا مهملين деген сөз салғырттық танытпайды деген сөз, иә? مهملين في المدرسة. اسم لا болып тұр. في المدرسة خبر لا. مبني бола ма мына жерде, әлде معرب бола ма? مبني. Не үшін? اسم لا مفرد накира келген үшін. لا إيمان لمن لا أمانة له. Бұл да لا إيمان. اسم لا مبني дейміз, дұрыс па? لمن لا أمانة бұл да сондай. لا طالبي حق يأذلون. Еркін бұл жерде қайталайтын болса не болады дедік? Онда амалын істемей қалады. Дұрыс. لا إيمان لمن لا أمانة له. لا طالبي حق. Мына жерде екеуінің исм ләні қараңдар. Ла имана дедік. Хабар қайда? Хабар келмей тұрып ортасын бөліп тастады бір нәрсе. Лиман деген кіріп кетті. Түсінікті ма? Қайталан такрар болды. Олай болсында исм ла екі рет қайталанды деген сөз болды.
La imana liman деп айттық. La аманаты. Екеуінің ортасын не істеп тастады? Бөліп тастады. Бөліп тастайтын болса, онда шарты бұзылды деген сөз. La талиби. На ғой негізі дұрыс па? La талиби хаққин. Му'раб па де мабни ма? Му'раб. Не үшін? Исм ла деп айтамыз. Бірақ му'раб не дейміз? Өйткені мудоф болған үшін. Хаза амрун ла райба фи. مبني على الفتح درس با لا محل من الإذا فيه جار مجرور في محل رفع خبر بجد بارلق شرطlar орындалып тұр لا مجتهدين يا لا مجتهدين يحرمون يحرمون бұл исм لا يحرمون не болды يحرمون дейміз خبر болады. لا حسن خلق مكروه. لا حسن исм لا деп айтамыз. Дұрыс па? Мансуб. Не үшін? Өйткені мудоф болған үшін. Тоғытыр жалпы айтайық сенде. Егер исм ла не болып келеді? Накира болып келеді. Хабары не болып келеді? لا сурура даимун деген. Хабары да накира болып келеді. Егер исм ла муфрат және хабары да муфрат, хабары үсіп келетін болса накира болып. Не істейміз біз? Онда исм ла деп айтамыз. Мабни аля аль-фат дейміз. Ал егер мудоф болып келетін болса, онда не дейміз? Иғраб дейміз. Ол да исм ла болады. Енді бағанағыдай шарттары, қандай шарттары болмай қалса деді? Мудоф болатын болса, онда иғраб дейміз. Екеуінің ортасын бөліп қаласа, бағанағы жаңа шарттар, жоғарыдағы шарттар орын алатын болса, онда не деп айтамыз? Накира болмай қалса тағысындағы, онда исм ла болмайды. Амалын жасамайды. Енді амалын жасау үшін мынау нәрсе болу керек. Осылар шарттар орындалу керек. Түсінікті ғой, Егер мудоф болатын болса, не деп айтамыз? Исм ла иғраб. Мансуб. Ол да исм ла болады. Тек қана мансуб деп айтамыз. Ал мудоф болмай накира келетін болса, мабни аля аль-фатх дейміз. Түсінікті ма? Муфрат. Сол үшін де амалында не болмау керек? Жар, мажрур кіріп кетіп керек исм лаға. Одан кейін уан якуна исмуха хабаруха не болу керек? Исмі де хабары да не болу керек? Накира болып келу керек. Түсінікті ма? Ва алла яфсила исму анха бифасилин. Екеуінің ортасында исм мен хабардың ортасын бір нәрсе бөліп қалмау керек. Бөліп тұрмау керек. Сол кезде исм ла деп айтамыз. Енді қашан айтатын болдық? Исм ла тағы да қайталайық. Исм ла қашан болатын болды? Исмі де хабарда накира болатын болса, жар мажрур болмайтын болса, түсінікті ма? Жар мажрур болмайтын болса, одан кейін арасын нәрсе бір нәрсе бөліп келмейтін болса, осы нәрселер болмайды, орын алмаса, онда исм ла дейміз. Мысалы, ла сурура даимун деген сияқты. Түсінікті ма? Ла ражула хасирун деген сияқты. Мысалы, бөліп қалған кезде ол орнына қарай еуроп дейді. Орнына қарай еуроп дейді. Исм ла хабар ла деп айтпаймыз. Сосын мусанна жабықтар келді, олар муфрат деп есептеле береді ме негізі? Мужтахиден муфрат. Соның үкімде, бабу самин, бабул мунада. Қала ибн Ажрум, бабул мунада, әл-мунада, не деп айтатын? Хамсат ануа. Мунада деген не деген сөз енді? Қаратпа түрді айтылды. Біріншісі муфрат. Алам болу мүмкін, я ражул деген сияқты. Немесе алам, я зайд, накира болу мүмкін, я ражул мысалы, мақсуд болатын болса. Мақсуд өсін накира, оның атын айтып атқан жоқсың, ражул деп айтып атсың, бірақ не істе? Ей, пәленше деп, оның қаратпа түрді айтып атсың. Маған қара деген сияқты. Уа накира ғайру мақсуд. Ей, адам дедің, бірақ қайсысы екендігін сен айтқан жоқсың. Студент деп біреуіңе айттым, мысалы, қайсысы екенін белгілеген жоқпын. Немесе мудоф болу мүмкін. Уа шабих бил мудоф болу мүмкін. Немесе не деп айттық? Шабих бил мудоф. Бұл жерде енді шарықтаудың қажеті жоқ деген. Шабих бил мудофты. Фа аммал муфраду ал-аламу ва накира мақсуд. Енді муфрад. Және ол алам болатын болса, алам деген сөз жер, адам, солардың аттары. Немесе накира мақсуда болатын болса, қаратпап, саған арнайы қаратып айтатын болса, онда не деген сөз? Фа юбнаяни аля дамми мин ғайри танвин. Танвинсіз не деп айтамыз онда? Доммаға мәмни дейміз. Қандай дедік онда? Мысалға айтайық. Я зайду десек. Алам ба?
Немесе накира мақсуда болатын болса. Я? Biz aytdik, nakiratun maqsuda немесе mufrad, немесе alam dedik. Ya misal aytdim, palenchi deb aytdim, ya rajulu deb aytamiz. Ya rajulun deb aytmaymiz. Qaysiga mabni bo'ladi? Mabni ala dom. Ya zaydu mabni ala dom. Misalga qara, ya zaydu munada, biroq mabni ala ne? Dom. Ya rajulu munada, qanday munada biroq? Nakira مقصودة غير مقصودة وثلاثة الباقية منصوبة لا غير قيس قلغندار تقنا منصوب بولت يغير غير مقصود بولاتن بولسا مضاف بولاتن بولسا شبيه بالمضاف بولاتن بولسا أمثلة مضاف يا صالح الدين يا صالح الدين نيوش منصوب بولتر بول مضاف بولغان үшін يا حارس البستان بدا مضاف بول يا بائع التين أمثلة نكرة غير مقصودة مثلا يا مسرعا dedik. Biz musri'an degенде мансуб болды. Бірақ мен енді қайсысы тез айтып жатқан, қайсысы тез жүріп жатқан адам белгіледім бе? Белгісіз. Я ражулан дедім. Я әйтеуір біреуін айттым. Я musri'an фил ажалати надама. Я musri'an не деген сөз? Асығушы. Я асыққанда не бар дейді, өкініш бар дейді. Я валиман деп айттым. Я, мысалы, я шатиман инна дахра дуалун. Түсінікті ғой? Я шатиман инна дахра дуалун. Я шатиман деген не үшін мансуб болып тұр? Накира ғайру мақсуда. Әмсилату накира мақсуда. Мақсуда деген сөз, мен ол негізді накира, бірақ мен оған қаратпа түрде айтам. Мысалға қандай? Я риджалу. Негізі риджалдың өзін алып қарайықшы, не? Риджал деген. Накира. Бірақ я риджалу деп десе айтатын болсам, бір топ адамға. Онда не болады? Мабни аля дом. Атқину а'малакум. Я фатая ни. Не болып тұр негіз бұл? Марфуқ болып тұр, дұрыс па? Не үшін? Накира ғайру мақсуд. Ла таб'аса бил азхар. Я ла'ибуна истариху деген сөз. Не үшін марфуқ болып тұр? Накира мақсуда болған. Ғайру мақсуда, я? Накира мақсуда егер. Әмсилату аламул муфрат. Алам муфрат. Алам деген сөз түсінікті ғой. Бізге белгілі атаулар. Я халилу. Адамның аты. Бұл не? Накира не болды ғой? Алам не болды? Муфрат болатын болса. Алам муфрат. Я мысалға я хасанани. Я мухаммадуна. Не болады ондай болатын болса? Алам муфрат болатын болса, тек қана не болды? Марфуқ болды. Түсінікті ма? Қашан мансуб болатын болды? Кім айтады? Қарамай. Қандай? Накира ғайру мақсуда белгісі. Я мусри'ан, я ражулан деген сияқты. Я мудоф болатын болса, мысалға я талиба. Я? Қандай? Я абазар. Одан кейін шабих бил муфрат, шабих бил муфрат кейін өтеміз. Ал-қауаид. Ал-мунада исмун юзкару бa'да я. Ау ихда ахаватиха талабан ли иқбал мадлулихи. Munada деген сөз не деген сөз? Ол қандай есім дейді? Ядан қаратпа тұр деген. Де пәленше дейміз ғой. Одан кейін келетін сөз. Ихда ахаватиха талабан ли иқбал мадлулихи. Адават нида. Қандай болуы мүмкін? Азайдун деп айтсаң болады. Немесе әй деп айтсаң, әй зайдун десең болады. Зайду дейміз, я? Ва хума ли қариб. Азайдун немесе әй зайдун деген сөз ол жақынды білдіреді. Деп айтатын болсақ, не деп айтамыз? Бұл алысты. Немесе я, ая, хайя десек, азайду, я зайду, ая зайду, хайя зайду, ва хунна барлығы бәйітті білдіреді. Түсінікті ме осы жерге дейін? Юнсабул мунада, ида кана мудафан ау накирата ғайру мақсуд. Мунада қашан насып болады дейді? Мудаф болатын болса, немесе накира ғайру мақсуд. Осы екі жағдайда. Мысалға мудафқа келтіріңдер. Я талиба илмин. لا تندم يا طالب العلم لا تندم. Немесе немен келтіріңдер? Накира мақсуда, ғайру мақсуда. Мудафпен айттық, ғайру мақсуда. Я мусри'ан фил ажалати надам. Я ғафилан. Я наиман
деген сияқты. Түсінікті ма? Сол сияқты. Юбна ма юрфау бихи иза кана накира мақсуда. Мысал келтіріңдерші. Юбна аля ма юрфау бихи. Alhamdulillah. يبنى على ما يرفع به إذا كان نكرة مقصودا أو علامة مفرد والمراد بالمفرد هنا ليس مضاف طيب وتر تصبح كيف يا رجال رجل دي بيتمن يا رجال سوسن نكرة بول قندي بولدا مقصودا سوسن علامة يا خليل يا زيد نيمسه بجرد علم مفردا ديген مراد المفرد هنا не مضاف болмау керек. Түсіндің бе? Я халилу деген сияқты. Я зайду деген сияқты. Тамрин bayyin munada wa naw'ahu wa a'ribuhu i'raban tamman. Birinchisi ya ghafilan tanabbah. Ya? Tez yo'rab deymiz. Ya harfun nida. Ba'id pa nemisa qarib pa? Ba'id. غافلا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة تنبه أرغب يا زهير اعتصم بالفضيلة زهير منادى نيبول منادى جو بجرده نيبولده علم بولده درست با علم بولغان شو نيدي بايتامız biz يا زيد يا خليل يا مبني على الضم يا مهملون اجتهدوا يا مهملون болатын болса мунада қандай болып тұр бұл? Мақсуд па ғойр мақсуд па? Мунада мақсуд болып тұр. Я риджалу деген сияқты. Дұрыс па? Я тилмидан болатын болса мунада ғойр мақсуд болып тұр. Мунада ғойр мақсуд болатын болса ол не болады? Мансуб. Ғойр мақсуд деген сөз накира. Накираны насық қылатын болсаң, ғойру мақсуд болады. Накираны роф қылатын болсаң, мақсуд болады. Түсінікті ма? Я шабабал уммати. Мунада не болып тұр бұл? Не үшін мансуб болып тұр бұл? Ғойру мақсуд, бірақ мудаф болып тұр. Түсінікті ма? Я саиду. Мунада қандай бұл? Алам болып тұр. Дұрыс па? Я абдалла. Әй садиқи десек те мунада ма? Әй қайсан қолданылады? Баид па, ал жақынға ма? Қарибқа. Азахиру, әші. Мунада қандай бірақ? Алам. Мунада қайсы аламға кіріп. Я ғафилу. Бұлардың бәрі енді қайсан? Мәбни ма әлде? Муараб па? Мәбни аладдом. Бәбу тәси. Бәбу мафхули ли әжлихи. Енді қайсан келдік? Мафхули әжлихи келдік. Бұлар біз тез өтіп атырық. Уақыттың тығыздығына байланысты. Үйден қайталайсыздар, иншалла, нетесіздер. قال ابن أجروم باب المفعول لأجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. يعني مفعول لأجله деген сөз не? Сол үшін деген сөз. Лиман дегенге жауап, үшін. Ол насып болады. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. Тұрдың, не үшін тұрдың? Жаттың не үшін тұрдың? Келдің не үшін тұрдың? Сол келген іс-әрекетіңді не істейді? Себебін анықтайды, ашықтайды. Наху қаулика қама зайдун. Зайд тұрды. Бірақ не үшін тұрды ол? Иджлалан ли Амр. Кім үшін? Амрдың құрметіне орнынан тұрды деген сөз. Түсінікті ма? Ва қасаттука ибтиғаа ма'руфика. Енді бұл жерде не болу үшін? Мафхул ли әжрих болу үшін. Сенің іс-әрекетің бір үйлесімді болу керек. Түсінік па? Одан кейін не болу керек ол? Ибтиғаа деген сөз накира болу керек. Мафхул ли әжрихи. Түсінікті ма? Заман болатын болса бір уақытта болу керек. Бүгін дейтін болса бүгін деп айтуың керек. Сол уақытқа сәйкес. Ертең десе ертеңге. Сен айтатын болсаң, сенің айтқан іс-әрекетіңе не болу керек? Ол мафхул ли әжрихи үйлесімді болу керек. Сол кезде не болады? Біз мансуб деп айтамыз. Қазір айту керек иншалла. Ва қасаттука ибтиғаа ма'рука. Кім қасд қылды? Үйлесімді ибтиғаа сенікен, дұрыс па? Ибтиғаа не үшін? Сенің жақсылығыңды ойлай отырып деген сияқты. Юсафиру талабату иля азхар. Не үшін студенттер Азхар университетіне сапар шегеді?
талабан айлым. Үйлесімді ма? Етістікпен не жаңағы мастар болу керек. Және үйлесімді болу керек бір уақытта. Заман болса заманға үйлесімді болу керек. Одан кейін накира болу керек, сосын мансуб болады. Түсінікті ма? Енді юсафир ат-талабату. Не үшін талаба? Талабан айлым. Aqabal qadi al-mujrima. Aqabal qadi. Не үшін? Кім жазылады? Qadi. Ta'diban. Дұрыс па? Үйлесімді ма? Иә? Әдеп үшін. Qum ihtiraman li ustadhika. Бұл да сондай. Tasaddaq ala al-faqir amalan fi thawabi. Енді мен садақа бересің. Немесе сен садақа бересің. Үйлесім amalan. Не үшін? Үміт өте отырып деген сияқты. Сафахту ани сафихи хилман. Хилман. Үйлесімді ма? Сафахту ани сафихи хилман. Тажауазту ан фахвати садиқи. Не фахвати садиқ деген сөз зияны бар садиқ. Дос. Не үшін? Ибқаан ала маваддатихи. Дұрыс па? Ал-қаваид. Ал-мафхул ли ажлихи. Қарындарин. Мафхул ли ажлихи. Мастар, мансуб, юбайин сәбәбі фи'л. Әрқашан мастар болып келеді, ол етістікті не істейді? Себебін анықтайды. Сен айтқан етістікті ғой, қасаттука, иптиға. Не үшін қаст қылдың? Соның ризалығын үстідіріп. Қомту ижләлән ли амр дедің. Не үшін тұрдың? Тұрғудағы себебін анықтайды, айқындайды. Соны не деп айтамыз біз? Мафхул ли ажлихи. Уа иллата хусулихи деген сол себебі. Мысалға, بين الذي أوجب جر المفعول لأجله فيما يأتي أكرم زيدا لرغبة عمرو في ذلك نيوشن بجرد مفعول لأجله قيدا نيوشن جار болып кетті бұл дұрыс қой нيوشن жар болып кетті рағбатан деп нيوشن айтпаймыз أكرم زيدا رغبة неге Өйткені үйлесімді емес. Әкрим дедік, сен дедік Зайдан. Енді әкрим Зайдан дедік. Зайдты құрметті дедік, дұрыс па? Бірақ не кім үшін? Ли рағбати амри фи залика. Дұрыс па? Амр үшін. Үйлесімді емес. Етістік. Ондай болатын болса жарғыл жібереміз. Әжиука ғадан дедік. Ли дa'ватика ияя әл-яум. Енді әжиука ғадан ертең келем дедің. Саған ертең келем деді. Қараңдар енді. Не үшін? Не үшін? Ли дa'вати. Не үшін жар болды? Неге? Енді қара. Әжиука ғадан деді. Ли дa'ватика ияя әл-яум. Бүгін мен ертең үйлесімді емес. Уақыт. Уақыт, заман бір уақытта болу керек. Сол кезде мансуб болады. Түсінікті ма? Енді мен саған келем деді әжиука. Қашан келем деп жатыр? Ертең келем деді. Не үшін? Сені шақыру үшін келем деді. Иә, ли дa'ват ияя әл-яум. Иә, ертең мен саған келем, мені шақыру үшін, иә, мені бүгін, иә, шақыру үшін келем деген. Бүгін мен ертең деген нәрсе үйлесімді емес. Бір уақытта болу керек. Заман иттихат болу керек, иә. Бір уақытта болу керек. Етістікті сол нәрсе не істеу керек? Үйлесімді болу керек жаңағы. Үйлесімді, солға. Сол кезде ғана насып болады. Болмай қалатын болса, ондай болмайтын болса, не істейміз онда? Жарғыл жібереміз. Ол да мафули аджих болады бір. Акрамтука. Енді мен сені не істедім? Сыйладым дейді. Құрметтедім. Не үшін? Ли махаббати ка. Акрамту, мен икрам қылдым. Менің енді өзіме байланысты мен етістікті арғарай нетуім керек. Акрамтука. Қомту деген сияқты. Не үшін тұрдым мен? Ижләлән деген сияқты. Дұрыс па? Ли ұстаз дейтін болсақ болады. Амда жерде акрамтука десек, бірақ акрамтука маған үйлесімді болу керек қой етістік. Бірақ не болып кетті? Сенің махаббатың үшін деп айтты. Ли махаббатика айлма. Түсінікті ма? Мен бүйтіп айтсам болады. Акрамтука махабба осындай. Жоқ. Акрамтука мысалы махаббатал айлм тағысында осы сияқты үйлесімді болатын болса етістікпен ол кезде айтсаң болады, насып қылсаң болады. Ал енді мына жерде акрамтука ли махаббатика деп айтамыз, үйлесімді емес, сол үшін не деп айтамыз? Жарғыл жібереміз. Акрамтуху ли хаяихи. Түсінікті ма? Оны мен еттім не үшін? Ли хаяихи тілді үшін.
Vel arda vada'aha lil anam. Endi misol qara. Akramtuka li mahabbatika degangiz ne uchun үйлесім дейміз? Мағына жағынан да қарасаңдар, одан кейін акрамадан кейін не келген жоқ? Соның несі мастар келген жоқ. Икраман деген сөз. Қомту десе ижлалан мүмкін болады. Мына жерде де акрамту акрама ли рағбатан деген жоқ. Арғаба деген не келген жоқ? Етістік келген жоқ. Сол үшін не істедік біз? Жар қылдық. Мына жерде де не үшін жар қылдық? Уәл арда вадa'аха лил анам. Өйткені лил анам деген сөз оның мастар емес. Нені мастар емес? Вадa'аха. بين المفعول لأجله وأعرب في الجمل التالية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية не болды? Maf'uliyel mansub болды. Неге мансуб? Жар қылған жоқпыз. La taqtulu сендер өлтірмеңдер не үшін? Қорқып деген сөз. Түсінікті ма? La taq'ud jubna anil ma'araka. Al-jubna деп айтамыз. Бұл да maf'ul li ajlihi. Jubna бұл енді мұғауыл қаламыз. Не дейміз? Jubna деген не деген сөз? Енді соғыстан қалып кетпе, не үшін? Қорыққан себебі. Қорыққан үшін. Яжубун насу билада ибтиға әл-кәсіп. Не үшін адамдар жаңа елді жерді кезеді? Ибтиға әл-кәсіп. Не үшін? Кәсіп жасау үшін, Бәбул ашир мафул мағаху. Осыған келдік, Сағат қанша болды? Әлі бар екен. Осы жерден тоқтап ары қарай жалғастырамыз әлде? Жалғастыра берейін бе? Жалғастыра берейік, Әл-бәбул мафул мағаху. Мафул мағаху деген не деген сөз? Бірге дегенді білдіреді. Енді бірге дегенді білдірген кезде ол етістік. Сенің істеген етістігің әсер етуі мүмкін. Жаңа болған нәрсеге. Немесе оған не істейді ешқандай әсері жоқ. Мысалы, сахирту уәл мисбаха десек. Мисбахта шамда семен бірге таң аттырды ма? Жоқ. Түсінікті ма? Енді не деген сөз? Маға уджуд деген сөз. Соның бар болуын білдіреді. Түсінікті ма? Сахирту маға уджудил мисбах деген сөз. Түсінікті ғой, Ол кезде неген жоқ бұл жерде, енді етістік оған ешқандай әсер еткен жоқ. Түсінікті ма? قال ابن أجروم رحمه الله باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. يعني من فعل معه الفعل деген сөз сонымен бірге орын алған іс-әрекетті істейді. Мәселеға сахирту уәл мисбаха десе, мисбахтың ешқандай несі жоқ, әсері жоқ. Енді семен бірге таң атырмайды ғой ол, жансыз. Ал бүйтіп айтатын болса, жаа зайдун уәл амра десек. Уәл амра. Неден білдіреді? Сафара зайдун уәл амра десек. Бірге, нас білдірген, сонымен бірге не істеді? Енді сафара деген сөз әсер етіп атыр ма мынаған? Екеуі үйлесімді ма? Үйлесімді. Түсінікті ма? Бағана мисбах болатын болса ондай емес. Енді қара, соны айтып атыр енді. Юзкару ли баяни ман фуиля мағаху фи'ал. Енді қасында іс-әрекет алды, бірге болған іс-әрекетін айтып отыр. Жаал амиру, әмір келді, әмир келді, патша келді, және сонымен бірге деген сөз. Қасында кім келді? Жайышпен бірге, әскер келді. Уаставал мау уал хашабата. Хашаба деген сөз жаңағы ненің судың тереңдігін өлшейтін өлшем. Енді іліп қояды өлшем. Су көтерілді, не істеді енді? Сонымен бірдей болды. Немен бірдей болды? Жаңа өлшеммен бірдей болды. Сол ағашпен. Енді бұл ағаш жаңа ананың көтерілгені судың ағашқа әсер етті ма? Әсер несі бар ма? Бір фиал орын алды ма? Жоқ. Ағаш ол көтерілсін, көтерілмесін сол орында тұра береді. Түсінікті ма? Көтерілсі. Не деп айтамыз? Уаставал мау уал хашабата. Түсінікті ма? Бұл мағиян білдірмейді. Уаставал мау уджуду әл-хашаба жаңа. Әмсилатун сирту ва тулу әл-фәжр. Не үшін мансуб болып тұр? Вау мағия болып тұр. Дұрыс па? Сирту енді маға уджуд не? Тулу әл-фәжр. Бұл жерде енді сирту деген сөз, енді тулуа деген сөз, енді бір ол жүрмейді ғой. Семен бірге жүрмейді ғой.
тулуул фажр. После сен жүріп атқан кезде ол не болды? Сенмен таң атты деген сөз. Болды. Ал жа'ал амиру вал жайша деген сөз ол жүрет бірге келді деген сөз, бірге келді деген сөз. Хадара Мухаммадун ва ғуруба шамс. Енді ғуруб деген сөз келе ме? Ол просто сөз жерде шықты сол уақытта. Сен жүріп атқан кезде сол уақытта бірдей болып қалды. Тахасама Ахмаду ва Хасанун. Ва Хасанан да айта аламыз ба, айта алмаймыз ба? Айта алмаймыз. Не үшін? Өткен тахасамаға екі фиали керек. Тахасама деген сөз не істейді? Ятлубу фаилайн. Бір ғана фиалмен шектелмейді. Онда бір фиалмен шектелетін болса, бағанағыдай жа'ал амир деп айтылады. Жа'a деген екі фиалды алмайды ғой. Ал мынаған тахасамаға не керек? Бұл мұштарак. Екі фиал. Тахасама Ахмаду не керек? Міндетті ва Хасану ва Хасанан деп айтпаймыз. Ахмад Хасанның бар кезінде деп айтпаймыз. Түсінікті ғой? Иштарака Махмудун ва Наджибун. Не үшін Наджибан деп айтыламыз ба? Айтылмаймыз. Иштарака деген сөз ортақ нәрсеге айтылады. Екі немесе одан да көп адамға. Сафара Ибрахиму ва Халидун ау Халидан деп айтуға болады екен. Сафара Ибрахим ва Халидун десе, вау не деп айтамыз бұл жерде? Вау атып қаламыз. Анауда сен сафар шекті, мынауда сафар. Бірақ уақыты белгісіз, бірге болсын, бір кейін болсын, әйтеуір сапар шекті. Ал Сафара Ибрахим ва Халидун сөз тансис бұл, нас қылдық бұл. Не істедік деген сөз? Нас қылдық. Ол не деген сөз? Бірге сапарға шықты. Нама тифлу вал мурдиу немесе әл-мурдиу. Әл-мурдиу десек атып қалдық. Атып қалғанда мағыналары қараймыз. Кейін ұйықтады, бірге ұйықтады, мүмкін бола береді. Көптеген ихтималдарды қамтиды. Ал мурдиу десек, онда не деген сөз? Бірақ ұйықтады. Неде? Бірге ұйықтады. القواعد واو معية لا تفيد اشتراك ما قبلها في الحكم بل تدل على مصاحبة. واو معية дейтін болса, нені білдірмейді дейді бұл? لا اشتراك ما قبلها. Жаңағы алдындағы нәрсемен муштарак бір нәрсені білдірмейді дейді. Hüküm нені білдіреді? Тек қана бірге болуды, уджуд, мағаны бірге ғана білдіреді. Мусахаба деген сөз қасында. والاسم بعدها يكون منصوبا دائما على أنه مفعول معه وبعبارة أخرى. Енді әрдайым одан келген есім келеді, ол не болады? Мансуб болады. Сахирту вал мисбаха десек. هذه الواو تدل نصا على اقتران اسم الذي بعد اسم آخر قبله وفي زمان الحصول. Енді бұл мансус деген сөз нақты сон үкім берілгенді білдіреді. Бірге дегенді. مع مشاركة ثاني لأول في حدث أو عدم مشاركة. Енді екіншісі бар ғой. Келген нәрсе. Зайдун ва Амран деген сөз. Ол нәрсе сол іс-әрекетте, сол етістікке қатысы бар болуы мүмкін, немесе жоқ болуы мүмкін. Жаңа біз барларын айттық. Жоқтары қандай мысалға? Хадара Зайдун ва тулу ашамс десе, тулу ашамс хадараға әсері бар ма? Жоқ. Әсері жоқ. Мысалға тағыда сахирту вал мисбаха де. Мисбахтың сахирға несі бар ма? Қатысы бар ма? Жоқ. Кейде қатысы болуы мүмкін, немесе кейде қатысы болмауы мүмкін. Солың өзінде де насып болады. Түсінікті ма? Қатысы бол нәрсені айтыңдаршы. Жа'ал амиру вал жайш. Жайш пен жайш жа'аға қатысы бар ма? Бар. Бірге деген сөз. Түсінікті ма? Сахирту вал мисбаха десе қатысы жоқ. Осы екеуін жаттау. Сахирту вал мисбаха. Уаста вал хашаб. Хашабтың судың деңгейі көтерілуіне қатысы бар ма? Қатысы жоқ. Түсінікті ма? Қатысы жоқ болатын болса, онда не деп айтамыз біз? Айта береміз мұсаха. Бұра етістікке қатысы жоқ деп айтамыз. Хадара десек па? Ол кезде қатысы бар, егер ол адамға айтылатын болса. Ал уастава деп айтылмайды. Түсінікті ма? Уаставал мау ваш хашабу деп айтылмайды. Хашаб ол хашаб мейлі. Сол истива болса да болмаса да ол не? Ол тұр, тек қана тұр бар. Уджуд. Маал уджуд деген сөз. تعين الواو للمعية إذا كان هناك مانع عن العطف. Көрдің ба? Егер атып қыла алмайтын болсақ, онда не болады? Тек қана маия болады. Мысалы, ваставал мау вал хашабу деп атып қылуға бола ма? Атып қылуға болмайды. Ол тек қана не болады ол жерде? Насып болады, болды маия болады. Бірақ етістікке несі жоқ оның?
Қатысы жоқ. Мейлі қатыстық жоқ болсын, бар болсын, ол маия болады. Енді бүйтіп бөлсеңдер, вау маия етістікке қатысы болуы мүмкін. Мағынасы мынандай. Жоқ болуы мүмкін, ол тек қана оның бар болғандығын білдіреді болды. Наху сахирту вал мисбаха. Вау не болды? معية بول تعين الواو للعطف بعدما لا يتأتى وقوعه إلا من متعد نحو متعد مثلا اشترك бұл жерде тек қана не қыламыз бұл жерде? Атып қыламыз. Вау معية қылуға бола ма? Неге? Өйткені иштарака екі нені қабылдайды? Екі неге? Етістікке жүреді. Екі етістік болғанда түсінікті екі етістікке. إذا صح العطف ولم يجب جاز أن تكون الواو لعطف أن تكون معية. مثلا немесе екеуі де қамтуға болады. Сафара Ибрахиму немесе ва Халидун десек атып қылуға болады. Жайыз. Немесе ва Халидан десек вау معية қылсаң да болады. Екеуі екі мағына бірақ. Тамрин مفعول معه إن وجد وأعربه. مثلا қара سرت والجبل тез. бар ма? Вау معية. الجبل منصوب علامة نصبه не деп айтамыз? الفتحة. Түсінікті ма? Бұл жерден сирту жабалға қатысы бар ма? Жоқ. Атып қылуға бола ма? Болмайды. Қара az-захирун вал мисбаха. Мағынасы не? Захир Шаммен бірге оқыды. Енді Шам да сонымен бірге қосылып оқыды ма кітап? Оны білдірмейді. Түсіндің ба? Нені білдіреді? Ма уджудул мисбах дегенді білдіреді. Болды. Атып қылуға бола ма захирге? Атып тек қана бұл жерде болады не болды? Маия ғана болды. Маия және қараа деген әсер етті ма? Сол үшін маия деген сөз әсер етсін, етпесін болды. Кейде әсер етеді, етістік кейде? Енді ортақтасады сол іс-әрекетке, немесе ортақтаспайды. Мәшәйту ва нахра. Мен жүрдім. Немен бірге жүрдің? Енді өзеннің жағасында жүрдім деген сөз болды. Өзеннің бар болуы деген. Иштарака Зайдун ва Амрун. Амран деп айтуға бола ма? Болмайды. Тек қана атып бұл жерде. Куну ва рифақакум ихванан. Куну ва рифақакум ихванан. Тез атып қылуға бола ма? Куну сендер болыңдар дейді. Ва рифақакум вау деген сөз, вау маия бұл жерде. Енді достарың деген сөз. Куну болады, ва рифа хукум. Дұрыс па? Рифа хукум. Деп атып қалсам болады. Сендер және достарың деген сөз. Немесе сенде бұл жерде куну, бұл жерде мағынасы не? Бірге болыңдар деген сөз. Ва рифа, бірге не? Бауырмашыл болыңдар деген сөз. Мәшәйту ва шариа әл-жадида. Вауды атып қылуға бола ма? Тек қана бұл жерде не болды? Бірақ ортақтасты ма мәшәйтуға шариат деген? Жоқ. Ортақтасқан жоқ. Не деп айтамыз? Ма уджуду шариат. Немту ва сайфа. Бұл да сондай. Түсінікті ма? 11, 12, 13, 14, 15 дейді. Хади ашра ва сани ашра. Бұлар не деп атырық бұл? Бұлар жаңағыдай хабару кана ва ахаватиха исм инна ахавату ва тавамин арбаа. Жаңағыдай кана ахаватуға, инна ахаватуғаларды не істедік біз? Оқыдық. Өттік, дұрыс па? Инна ахаватуға не істейді бұл? Есімін насып қылады, хабарын роф қылады. Кана керісіншесі. Өткенбіз бұны. Мысалы, тағы да мансубаттарға айтсын, наат бар, таукид бар, атф, бәдәл, бұны өттік. Мысалға, наат қандай? Раайту зайдан әл-ақила. Таукид болатын болса, раайту зайдан Нафсуху бұл таукид қандай? Ма'науи. Лафзи болатын болса, раайту зайдан зайдан. Ма'туф болатын болса, раайту зайдан ва амран деген. Вау не деп айттық бұл? Вау мұтлақ қой? Жама дедік. Түсінікті ма? Бәдәл раайту ахака зайдан. Бәдәлдің де түрлерін өттік. Кейфа умайизу бейнәл мансубат. Назаран ли ауал. Мансубаттарды қалай біз ажыратамыз дейді. Біріншісі, хәл кәлимату минал мафаил хамса. Хиял мафулун бихи. Әл-әжлих ба, немесе мафулу фих ба, немесе мафул ма'ах ба, мұтлақ ба. Тариқату тамиз. Мафул бихи вақа алейхи фи'ал. Mesela акрамту зайдан дедік. Сол кезде не болды? Мафул. Ли әжлих болатын болса,
ол мастар болады. Және нені білдіреді ол? Юфид ta'lil деген сөз себебін білдіреді. Не үшін сен сол етістіктен мастар шығады. Сол мастар сол етістіктен не үшін іс-әрекет болғандығын не істейді? Анықтайды, ашықтайды. Якуну жауабан лима дегенге фуайла фи'л. Не үшін тұрдың? Не үшін ол іс-әрекет істеді дегенге жауап береді. Мысалы, қомту не үшін тұрдың? Ижлалан яамыр. Мафулу фихи болатын болса, ол не деген сөз ол? Зарф, макан немесе заман. Ва хуа аллади вақа'a фи фи'л кал уи'a. Мысалы, дарасту нахаран десең, зарф болды, не болды? Макан. Жаласту амамака, зарф макан. Дарасту нахаран болсын болса, зарф заман болды. Осы не деп айтамыз енді? Мафул фих дейміз. Біз не деп өттік бұны? Заманды бөлек алдық, содан кейін маканды алдық. Жаттадық. Мафулу ма'аху, жаңағы өткеніміз мафул. Мафулу мутлақ. Не болады мафулу мутлақ? Мафулу мутлақтың қанша түрі бар? 3 түрі бар, дұрыс па? Біреуі мафул муаккат бар, дұрыс па? Муаккет, дұрыс па? Не деп айтамыз? Жаласту желсатан деген, өзіне. Одан кейін мафул линауихи. Қандай мафул линауихи? Қомту жаласту қуудан деген сияқты. Түсінікті ма? Сол сияқты. Сол етістік, бірақ лафыздары бөлек болғанда мағыналары бірдеңесі. Одан кейін қандай болады? Үшіншісі адат. Дарапту дарбатан, дарбат деген сияқты. Дұрыс па? Жаласту жалсат. Түсінікті ма? Бір реттен желі. Қайталаңдар мафул мұтлақты. Мысалға мына жерде айтқам, жаласту мысалы міне. Яғни күні мүшабін лифа мысалға сирту сайран сариан немесе жаласту қуудан деген сияқты. Одан кейін нені өттік? Истиснаны өттік. Дұрыс па? Фаин қабылаху илля болатын болса мансуб алал истисна. Инкана мустасна минху бар болатын болса. Жаатуллабу не деп айтамыз? Мустасна минху болатын болса илля зайдан деп айтамыз. Ва илля фаху ала хасаб. Илля болмайды, онда мустасна минху болмайтын болса не деп айтамыз? Еуропта. Раайтуға мысалы не жоқ? Раайту ахадан деп, ма раайту ахадан деп айтқан жоқсың, дұрыс па? Раайту илля зайдан десек, онда алдындағы етістіктерге қарай еуропта. Раайту нені алады? Мафулу бихиді алады. Уайын кәна бағда исмуха кәна болатын болса айттық, инна болатын болса қалай айттық? Ла нафияны не деп айттық? Өттік, дұрыс па? Уайын кәна мұштаққан исм фа'ил, ау исм мафхул, ау сифат мушаббаха болатын болса нені білдіреді бұлар? Юбайин хайа болмысты білдіреді, дұрыс па? Фа'ил, мафхул, мысалға кейфа, фахуа хал болады. Енді кейфа дегенге жауап беретін болса, ол халды білдіреді. Жа азайдун мәшиян. Енді сахибу хал болу керек. Хал не болу керек одан кейін? Накира болу керек. Одан кейін не болу керек? Мұштақ болу керек, я? Уайын кәна жамидан лейса би мұштақ, мысалы қамхан, жамид болатын болса, мұштақ емес ол. Қамх, мысалға, куб, нағжа, әбән, ақлан десе, бұны не деп айтамыз? Тәмиз деп айтамыз. Түсінікті ма? Имма фи наху, mesela iştaraytu ритлан десек, қамхан десек, бұл тәмизді білдіреді. Ниспән айттық, я? Ниспән қалай? Тасаббаба зайдун арақан дейтін болсақ, бұл нәсәпті білдіреді. Түсінікті ма? Iştaraytu ритлан болатын болса, нені білдіреді бұл? Уәзінді білдіреді. Енді бұлай тәмиздің өзін қаншаға бөлдік біз? Жалпы сол сабақтарға немесе сол кітапқа барып қайталайсызды. 3-ке бөлдік. Нені білдіреді бірінші? Миқтар, өлшем, бірлікті білдіреді. Білдіретін сөздерді айтсаң, ары қарай тәмиз болады. Одан кейін немесе исм тафдилдан кейін тәмиз болады. Одан кейін не білдіреді? Одан кейін сандарды білдіретін. Бірақ сандар қаншаға дейін? 11-ден 90, айнди 99 нәжатан десек тәмиз болады. Одан кейін нәсәп. Тасаббаба зайдун. Зайд терледі. Зайдтан ақты. Не ақты? Арақа немесе дәмән, қайхан деген сияқты. Тавабиққа қандайды айттық? Бағанағыдай нені айттық? Таукитті айттық. Лафзи болып бөлінеді немесе ма'науи дедік. Бұларды өттік негізі. Тәмрин аля жами'ил мансубат. Мына жерде қараңыздар. Бүкіл неге не берген? Жаттығулар берген. Бүкіл навасиптерге. Бүкіл навасиптерді біз өттік. Мыналарды да өткенбіз. Осыларды үйден не істейсіздер? Жаттығу жасты. Қара қанша жаттығу? 55 жаттығу бар. 56 жаттығу бар. 56 жаттығу ішінде бар не? Таукит те бар, насып та бар, атф та бар, я? Ма'ия да бар, мафулун фихи де бар, ли әжлихи де бар. Осыны Еуроп барлығын не істеу керек? Жазып жаттау керек. Мына қара. 100 екен, 100 жаттығудай. 100-ге жуық мысалдар бар.
Одан кейін мына жерде мысалдарын айтты, мысалы қала. Маада. Міне көрдіңіздер ме? Мына жерге жаттығулардың барлығын істеу керек. 6. Жаттығулардың барлығы біз бәрін өткенбіз. Кім жақсы бұрыннан оқып жүретін болса, бәрін тез 5 минутта істейтін жаттығу. Бабул махфудат минал асма. Сағат қанша болды? Енді махфудат минал асма деген не деген сөз? Жар қылатындар. Қала ибн Ажрум бабул махфудат минал асма махфудату саласату анва. Үшеу дейді. Махфуду бил харф. Харфпен жар болады. Немесе идафамен, я талибу илм деген сияқты. Китабу зайдин. Немесе таби'у лил махфуд. Таби'у лил махфуд түсінікті. Таукид болуы мүмкін. Таукид болуы мүмкін ба? Не болуы мүмкін? Тавамиқ, я? Жар жаңағыдай накира болуы мүмкін, бадал болуы мүмкін, тағысындағы. Махфудат саласат анва. Науал ауал хуруфул жар. Мысалы, марарту би зайдин, захабту иля зайдин. Зайдин фил мисале majrur би харф жар, ал-ауал majrur ба, ва thani majrur иля. Екіншісі мудаф арқылы. Мысалы, хада китабу зайдин. Китабу не болды? Мудаф. Зайдин не үшін жар болып тұр? Мудафун илейх болған үшін. Majrurun bil idaf, la bil idafa. Түсінікті ме? بالإضافة كما يقول بعضهم فالمضاف وهو كتاب وهو الذي جر المضاف إليه زيد إميس أنه بالإضافة. نوع الثالث التابع للمجرور 4 أنواع. التابع للمجرور خانشة بولا دوا ترتيو نعت بولو ممكن توكيد عطف بدل. رف بوسا رف بولا جر بوسا جر بولا نصب بوسا نصب بولا onu ötkemiz. Mesela marartu bi Zeydin al-aqil. Aqil ne boldu? Jar bolup tur. Ne üçün jar bolup tur? Маусуф накира болған үшін. Накира. Марарту би Зайдин. Сифаты қандай оның? Әл-Ақил. Марарту би Зайдин нафсихи. Не үшін нафсихи жар болып тұр? Таукид болған үшін. Марарту би Зайдин Амрин. Не үшін жар? Атф болған үшін. Марарту би Ахика Зайдин. Не үшін? Бәдәл болып тұр. Түсінікті ғой. حروف الجر قال ابن أجروم فأما المخفوض بالجر فهو ما يخفض بمن نمن جر بولادا من كرو القلو درش مين كرو القلو من الكتاب إلى عن على في ورب والباء والكاف واللام بحروف القسم قسم در درس با والله دين سيخته ويا بالله تاني تالله بواو ربا деген сөз وربا деген сөз وربا رجل لقيته ربا кіріпте не істейді? Жар қылады. ومذ немесе منذ сол күннен бастап деген сөз мен деген сияқты. Түсінікті ме? مذ يوم أمثلة نزل المطر қараңдар من السماء не үшін жар болып тұр? Мен кіру арқылы тез يأتي السمك من البحر мен Са'ал джейшу иля al-майдан. Иля нені білдіреді негізі? Иля иттида. Дин деген. Сарат al-машият иля al-хақл. Янзилу al-джундию анил хисан. Онда тәжауызды білдіреді. Дұрыс па? Анил хисан. Не істеді? Джунди қаяқтан түсті? Аттан түсті. Ядхабу al-хауфу анил тифл. Ядфу хашабу алал ма. Алал нені білдіреді? Исти'ланы білдіреді. Ясқуту самару алал арди. ينبح الكلب في بستان دخل المجرم في سجن في دين ظرفيا بالريد فنديت قشرت الفاكهة بسكين يشن جرب بتر بيكر وارخلا درس با ينقرأ والشمس وضحاها نمسي بناو اشتريت قفلا للخزانة نيوشن ما رأيته مذ يومي من دين سيخت من يوم الجمعة دين سيخت مذكر وارقل не болды? Мәжрур болды. Өйткені музда харф жарға кіреді. Рубба мубаллағин көрдің ба? Рубба кіру арқылы. Түсінікті ма? Жар болады. Бұны жар деген кезде шабих бе жар деп айтамыз. Шабихун бе жар деп айтамыз. Түсінікті ма? Шабихун бе жар деген сөз өз жар қылмайды, құсайды соған жар. Негізі жар емес бұл. Рубба. Ауа мин самиян. Уа шамси. Неген уа шамси? Уқсиму, я? деген сөз, я? Билла, уау, қасам. Қалу таллахи. Не үшін? Қасамдар қандай? Уау, ба, та. Валлахи, биллахи, таллахи дегенде. Қаматуллабу ада зайдин. Ада не? Жо.
Harf jar. Harf jar bo'lsaydi, u harf jar bo'ladi. Tushundingmi? Ada salamun hatta matla'il fajr. Hatta ne bo'lib tur? Harf jar bo'lib tur. Rubba rajulun. Ne shu rubba rajulun? Rubba shabih bil jar. Va layli kamawjil bahri arxa sudulahu. Qay yerda bu jar bo'lib tur? Va ya harf qasam ka ya harf jar bo'ldi. Yo'q, harf jar. Tashbih shabih emas. Kaf tashbih. Va qasidatin. Ne qarandir, ne uchun vav qasidatin? Vav qasam, durustmi? Vav qasam. Ta'til muluka gharibatan. Qad qultuha va qasidatin mubtada bo'lsa qad qultuha xabar bo'ladi. Al-qawaid yajurru al-ismu, yani tushunibdi jarlar. Biz o'tganmiz. Harf jarlarni istaysizlar, jatdaysizlar. Yajurru ism idza sabaqahu harf min huruf al-jar atiya. Endi harf jarlar qaysisiga kiradigan bo'lsa, min, ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kafu wal lam wa huruf al-qasam wa hiya al-waw wal ba wa ta wa waw rubba wa mudh wa munzu vaslar kirib orqali istaydi. Ismlarga kiradi, ya'ni harf jar qiladi. Tamrin. Ayyi kulli harf min al-huruf al-jar. Tez tabundar. Yaqta'u najjaru khashaba bil minchar. Nimen kesibatir? Aramin. Ra'aytu at-ta'ira fil qafasi. Qayoqda ko'rding qushni? Tording ishinde. Tording ishinde. Yaqta'u al-qitafir masafata bayna al-qahirati ila neni bildiradi? Din degan. Ila al-Iskandariyati fi salasat mesela Kayr men Iskandariyaga din qancha vaqtda yetib boradi? 3 soatda. Lil bustani baban deydi. Lil bustani. Harf jar ma'nosi ne degan so'z? Baxshaning degan so'z. Baxshaning ikki esiga bor, ya. Va ala kulli babin harisin. Tushunibdi? Ala ne bo'ldi? Bo'ldi hal. Imtana al maridu anil akl. Tabundir. Anil akl va asbaha la yaqwa ala al mashi. Ya, mana yerga tamrinlarga jarni qo'yinglar. Lamni qo'yamizmi, anni qo'yamizmi, rubba qo'yamizmi? Tez. Yaghusu rajul. Cho'milat deydi. Qayerga cho'milat? Filma. Bilma deydi bo'lsa, qo'l suvmen cho'milat deydi. Filma degansa suvning ichiga kirib so. Afauna. Kechirdik. Kimdan kechirding sen? Musi degansa jamansi deb. Aha, anil musi. Asg'ayna tingdadik. Qalay? Asg'ayna quloq saldik. Ila al-hadis. La ta'tamid. Suyunbe. Qaysigan? Ala g'ayri nafsika. Ishtaraytu sarjan. Kimga sotib olding? Lil hisan. Tarqudu dajajatu. O'tirib basadi, ya, jumurtqani. Qayoqning ustiga o'tirib basadi? Alal bayt. Yalma'u barq. Jarqiraydi. Ne jarqiraydi? Nayzaga qay yoqda? Fis sama. Durustmi? Intashara an-nasu jayildi fit tariq. Aada al-musafiru qaqa ila watanihi. Wada'tu al-midada qaqa qo'yding. Dawati degan so'z, ne degan so'z? Siyasat. Wada'tu midada ala dawati. Tamrim atmim kulli jumlatin min al-jumal atiyah. Najirga deb qo'yamiz. Baraytu al-qalama. Nimin ne isteding? Ushtading. Bil mibra. Tusna'u al-akhdhiyatu nidin jasalnat. Min al-jild. Ya. Yuthni muallimu ala al-najih. Durustmi? Ha, hozir. Tanzuru al-bintu wajhaha fi qayerga qarab qaraydi? Fil mir'a. Yusaqul mujrimu ila qayerga kirgizadi? Qilmishkerdi. Ila sijin. Sana'al haddadu na'lan niyat jasadi bu temirdan taqa jasad deydi. Ne uchun? Lil hisan. Yanzilu mataru minas sama. Ghadiba as-sayyidu ala khadimihi, ya. Yustakhraju dhahabu min qayerdan chiqaradi? Minal ard, minal ma'dan nimasi. Ahraqal waladu yadahu bi nimen qo'lini jaqdi? Bin nar. Aqilu yabta'idu anil niden qaniti? Anil jahil, anil musi. Al-ilmu afdalu min ad-dunya deyish kerak. Al-ilmu afdalu minal masalga minal la'ab.
Кауи мына жерге құрайсыңдар енді. Мына жерге харф жармен, мысалы арт дейтін болса, тез құраңдаршы, тез артқа байланысты. Артқа харф жармен. Әс-сама. Одан кейін әл-қалам. Барайту. Әл-қалама бил әл-бәб. Әл-курра. Харф жар кіргізесіңдер, жүмле құрайсыңдар. Түсінікті ма? Одан кейін неге келдік? Әл-мәжруру бил-мудаф, осы соңғы сау деймін. Я? Әлде осымен бітті ме? Қанша бар одан кейін? Жөрі, мынау осы ғана қаптығы болды ғой. Жарайды, өш жерден тоқтайды. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Әлде мудаф илейхті өтіп тастайық ба? Бітіре салайық, е? Иә, жақ, біз енді кітапты бітіре салсақ па деп тұрықты, иншалла. Әлде ендіге қалдырайық па? Қалай қалайшында? Жақсы, оны ендіге де иншалла.